Қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз ортаңғы мидың анатомиясына тоқталатын боламыз. Ортаңғы ми латын тілінде мезенцефалон деп аталады. Енді олардың біз әдеттегідей шекараларынан бастайтын болсақ. Ортаңғы мидың алдыңғы жоғарғы шекарасы бұл емізік тәрізді денеге сәйкес келеді. Емізік тәрізді дене бұл аралық мида орналасқан корпора мамилляри деп аталады. Алдыңғы төменгі жағында біз білеміз, бұның төменгі жағында көпірдің жоғарғы жиегі орналасқан. Ал артқы жоғарғы жағында эпиталамус не болмаса эпиталамикалық спайка орналасқан. Артқы төменгі шеті бұл төртінші жұп бас ми нервінің түбірі шығатын жер болып табылады. Яғни төртінші жұп бас ми нерві, шығыршық нерві не болмаса нервус трахеолярис деп аталады. Бұл нервус трахеолярис бұл бастың артқы бөлігінен, яғни мидың артқы бөлігінен шығатын жалғыз жұп бас ми нерві. Қалған нервтердің бәрі мидың алдыңғы не болмаса бүйір шеттерінен шығатын болады. Одан кейін біз мына жерде қарап тұрсақ, ми екіге бөлінген секілді болып тұр. Яғни мына артқы жағында орналасқан бұл бізде ортаңғы мидың төбесі, ал мына алдыңғы жағында орналасқан бұл ортаңғы мидың ми аяқшалары. Және де екеуін бір-бірінен бөліп тұрған бұл бізде су құбыры. Су құбыры не болмаса оны ашқан ғалымның атына байланысты сильвия су құбыры деп атайтын болады. Енді бұл кесінді мен сіздерге бұлай қырыммен қарап тұрған секілді кесінді болып көрінеді. Енді біз осыдан кейінгі слайдқа көшетін болсақ, бұл бізде ортаңғы мидың артқы жағынан қараған кездегі көрініс. Бұл кезде біз пластинканы не болмаса табақшаны көреміз, яғни төрт төмпегі орналасқан. Ортаңғы мидың артқы жағында төрт төмпегі, яғни ортаңғы мидың төбесінде, жаңағы көрсеткен мына төбесінде осы жерде бізде төрт төмпек орналасқан табақша бар. Енді төрт төмпек олар жоғарғы және төменгі болып екіге бөлінеді. Жоғарғы төмпектер олар каликулис супериор деп аталады, ал төменгі төмпектер каликулис инфериор деп аталады. Каликулис супериор, яғни жоғарғы төмпек, бұл көрудің қыртыс астылық орталығы болып саналады, ал төменгі екі төмпек бұл естудің қыртыс астылық орталығы, яғни қыртыстық орталық емес, санаға бағынатын емес, санаға бағынбайтын орталықтар болып табылады. Және бұлардан ары қарай сабы кетеді. Не болмаса қолы. Брахиум каликули инфериорс және де брахиум каликулис супериор деп аталады. Жоғарғы төмпектің сабы ол латеральды иінді денеге барып бекиді. Латеральды иінді дене ол таламуста орналасқан, соған барып бекитін болады. Яғни содан сигнал алады және де оған сигналдар қарай беріліп отыратын болады, нерв импульстары. Ал төменгі төмпектің қолы не болмаса сабы ол таламустың медиалды иінді денесіне барып бекитін болады. Және мына жерде қарап тұрғанымызда бұл жерде бізде ми аяқшалары көрінген. Яғни ортаңғы мидың төбесі және де ми аяқшалары, сонымен қоса екеуін бір-бірінен бөліп тұратын су құбыры. Су құбырын ашқан ғалымға байланысты сильвия су құбыры деп те атайды. Төбесінде төрт төбешік орналасқан, екі жоғарғы төбешік және де екі төменгі төбешік. Әр төбешіктен сабы кетеді. Жоғарғы төбешік сабы аралық мидың латеральды иінді денесіне барады. Төменгі төбешік сабы аралық мидың латеральды иінді медиалды иінді денесіне байланысады. Төбешіктердің ағзатының астында сұр зат орналасады. Яғни біз білеміз, ағзат дегеніміз олар өткізгіштік жолдар, ал сұр зат дегеніміз ол жерде қандай да бір нейрондардың жиналуы, нейрондар денесінің жиналуы, яғни аксондар олар өткізгіштік жолдар болатын болса, нейрон денелері олар импульсті қабылдайды, өңдейді және де оны ары қарай жібереді, не болмаса оған жауап қайтарады. Енді осы жоғарғы төбешіктің сұр заты орналасқан стратум гризеум каликули супериорс деп аталады. Және де төменгі төбешікте ядро орналасқан нуклеус каликули инфериорс деп аталады. Жоғарғы төбешіктердің сұр заты көрудің қыртыс астылық орталығы, яғни жоғарыда атап өттік, ортаңғы мидың жоғарғы екі төмпешігі ол көрудің қыртыс астылық орталығы. Ал төменгі төбешіктердің сұр заты естудің қыртыс астылық орталығы болып табылады. Төбе, яғни ортаңғы мидың төбесі жұлынмен байланысады. Ол төбе жұлындық жол деп аталады. Трактус тектоспиналис. Енді мынау бізде ортаңғы мидың төбесі болатын болса, оның төбенің астында су құбыры орналасқан және де мына жақта бізде ми аяқшалары орналасқан. Осы төбеден шыққан жол су құбырын айналып өтіп
бір-бірімен қиылыс жасайды. Яғни оң жақтан келген жол сол жаққа қарай өтеді, сол жақтан келген жол оң жаққа қарай өтеді. Солай бұл бізде қиылыс жасайды. Бұны бізде Мейнард қиылысы деп аталады. Одан кейінгісі ортаңғы мида тағы бір қиылыс бар. Бұл Форель қиылысы деп аталады. Ол қызыл ядродан шыққан жолдардың қиылысы, яғни руброспиналистің қиылысы Форель қиылысы деп аталады. Оған қазір келетін боламыз. Енді одан кейінгісі бізде ми аяқшалары. Мына жерде көріп тұрған ми аяқшалары. Жолақ сызықтармен көріп тұрған. Бұл педикули церебри деп аталады. Бұл көпірден шығып аралық миға енеді. Негізінен бұл ми аяқшалары арқылы аралық мидан көпірге және жұлынға қарай төмендеген жолдар өтеді. Соған байланысты мен бұны аралық мидан көпірге не болмаса жұлынға қарай өтетін жол деп есептеймін. Ал кітаптарда көпірден шығып аралық миға енеді деп жазады. Әр аяқшаның медиалды жиегінің астынан көз қозғалтқыш нервтер шығады. Көз қозғалтқыш. Міне мыналар. Бұлар нервус окуломаториус деп аталады. Яғни бұл үшінші жұп бас ми нерві. Яғни көзді жоғарғы, төмен және медиалды әкелетін нерв болып табылады. Екі аяқшаның ортасында, осы екі ми аяқшасының ортасында аяқша аралық шұңқыр фосса интерпедикулярис орналасқан. Ал бұл шұңқырда көптеген ұсақ тамырлар өтетін артқы тесіктелген зат субстанция перфората постериор орналасқан. Енді ортаңғы мидың көлденең кесіндісіне тоқталатын болсақ, ортаңғы мидың үш бөлігін көре аламыз. Көлденең кесіндісіне қараған кезде біз үш бөлігін көреміз. Ол біріншісі мидың, ортаңғы мидың төбесі тектум мезенцефалик деп аталады. Одан кейінгісі бізде ортаңғы мидың жамылғысы тегментум мезенцефали деп аталады. Және де ми аяқшаларының негізі, не болмаса ми аяқшалары педикулис церебри деп аталады. Ал мыналардың ортасында орналасқан тесік бұл су құбыры, Сильвиев су құбыры аквадуктус деп аталатын болады. Енді мына жерде тағы бір ми жамылғысында орналасқан қызыл ядро, яғни нейрон денелерінің жинақталған жері қызыл ядро деп аталады. Нуклеус рубер. Енді осы жерде бірден тоқталып өтейік. Пирамидалық және де экстрапирамидалық жолдар және де олардың қызметі. Жалпы түсінік қалыптастырайық. Пирамидалық деген бұл санаға бағынатындар, яғни олар қыртыстан басталады. Үлкен ми сыңарларынан басталатын жолдар, олар пирамидалық жолдар. Яғни пирамидалық деген ол адамның қимыл қозғалысқа әкелетін жолдар жүреді. Яғни қыртыстан жұлынға не болмаса көпірге қарай келеді. Көпірге не болмаса сопақша миға келеді. Және де сол жердегі ядроларды барып тітіркендіреді. Сөйтіп ол ядролардан сигнал шығып біздің бұлшықеттерімізді қимыл қозғалысқа келтіретін болады. Яғни олар кортико-спиналис және де кортико-нуклеарис деп аталады. Кортико-спиналис ол бізде ми қыртысынан басталып жұлынға барады және де жұлынның алдыңғы мүйізіндегі ядроларда альфа мотонейрондарда мысалға алатын болсақ, соларда аяқталуы мүмкін. Яғни сол жерде аяқталады және де біздің аяқ қолдарымыздың қимыл қозғалысына жауап береді. Ал кортико-нуклеарис деген ол біз білеміз ортаңғы мида, көпірде, сопақша мида бізде бас ми нервтерінің ядролары орналасқан. Яғни қозғалтқыш ядросы қандай нервте бар? Ол үшінші жұп бас ми нервінде бар, 4-те бар, 5-те бар, 7-те бар, 6-да бар, 9-да бар, 11-де бар, 12-де бар. Егер мен қазір сіздерге сөйлеп тұрмын, бұл кезде менде шайнау бұлшықеттері жұмыс істеп жатыр. Бұл дегеніміз 5-ші жұп бас ми нервіне менде қыртыстан сигнал барып, содан ары қарай мен бұлшықеттерімді қимыл қозғалысқа келтіріп тұрмын. Ал егер де ол жұлынға қарай кететін болса, яғни қазір мен қолдарымның бәрі қимылдап отқаны, бұл бізде кортикоспиналис арқылы іске асып отыр. Яғни кортиконуклеарис бұл бас және де мойын бұлшық терілерін нервтендіреді, ал кортикоспиналис бұл денені және де аяқ қолды нервтендіретін болады. Яғни осы біздегі қызыл ядро осы экстрапирамидалық жолға кешірім сұраймын. Яғни бұл пирамидалық біздің санамызға бағынады. Мен қасымды көтердім, мысалы 7-ші нерв, сөйлеп жатырмын, 5-ші нерв, көзімді оңға солға қимылдатып жатырмын, 3-ші, 4-ші, 6-ші нервтер қосылып жатыр. Бұның бәрі бізде пирамидалық жолдар. Яғни мен санаммен басқарып тұрмын. Ал экстрапирамидалық жолдар дегеніміз бұл бізге санамызға бағынбайды.
яғни өздігінен автоматты түрде болатын қимыл қозғалыстар. Мысалы, сіз көшеде кетіп бара жатсыз, артыңыздан келіп машина сигнал салды. Ол сіз бірден артыңызға қарайсыз, не болмаса алдыға қарай жүгіріп кетесіз. Яғни қорыққаныңыздан секіруіңіз мүмкін. Бұның бәрі экстра пирамидалық. Мысалы, бір сызық бойымен кетіп бара жатсыз и бір кезде тепе теңдігіңіз жоғалта бастаған кезде сіздің қолдарыңыз автоматты түрде қимылдай бастайтын болады. Бұның барлығы осы экстра пирамидалық жолдарға кіреді. Яғни қызыл ядро сол экстра пирамидалық өткіштің негізгі бастауы болып табылады. Яғни қызыл ядродан бізде жұлынға қарай жол шығады. Ол қызыл ядро жұлындық жол деп аталады. Трактус рубро спиналис деп аталады. Енді мына көлденең кесіндісінде қарайтын болсақ, мынау бізде жоғарғы төмпектің мынау сұр заты, мынау ақ заты. Енді осы жерде бізде орналасқан жаңағы ядролар орналасқан, және де ортасында бізде су құбыры орналасқан. Мына жерде қызыл ядро орналасқан, нуклеус рубер, және де ортаңғы мидың жамылғысын ми аяқшаларынан бөліп тұрған, ортасында бізде қара зат орналасқан. Субстанция нигра деп аталады. Субстанция нигра деп аталады. Одан кейінгісі мына жерде бізде немеден төмпектерден шығып тұрған сабы, брахиум, және де мына жерде ми аяқшасы негіздері орналасқан. Және де бізде өткіштік жолдар. Енді біз қара зат, субстанция нигра алдыңғы ми ядроларымен және үлкен ми қыртысымен байланысады. Яғни алдыңғы ми, ортаңғы мидан кейінгі тақырып бізде алдыңғы ми болады. Осы алдыңғы мидың ядроларымен субстанция нигра, яғни қара зат байланысады, және де ол біздің тепе-теңдігімізді сақтауға қатысады. Одан кейінгісі ми аяқшасының негізінде пирамидалық жолға кіретін төмендеген өткіштік жолдар өтеді. Яғни жаңағы атап өткен кортико нуклеарис, кортико спиналис, және де қыртыс көпір талшығы. Негізі мынаның бәрі жолдар деп аталады. Яғни бұл жерде жіпшелері көрінгеніне байланысты бұл жерде жіпшелері деп жазылған. Негізінен бұл жерде жолдар өтеді. Яғни кортико нуклеарис, кортико спиналис, кортико понтинус, және де кортико темперо париета понтинус. Яғни самай, төбе және де көпірмен байланысатын жолдар өтеді. Су құбырының айналасында орналасқан орталық сұр зат, яғни су құбырының айналасында орналасқан, мына орналасқан сұр зат бізде субстанция кризея централис деп аталады. Ол ары қарай төмендеп, көпірмен, сопақша мимен ары қарай жолмен бірге байланысатын болады. Оның алдында медиалды бойлық буда, фасцикулус лонгитудиналис медиалис орналасады. Ол 3-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші, 9-ші нерв ядролары байланысы жүзеге асады. Соның арқасында біздің көзіміз бен басымыздың үйлесімді қимыл қозғалысы іске асады. Яғни бір жерден сигнал беріп қалатын болса, біздің басымыздың сол жаққа қарай бұрылуы деген секілді. Негізі дәл осы қызмет артқы бойлық будада деп жазылады. Егер орыс деректерінен оқитын болсаңыздар, орыс википедияларынан оқитын болсаңыздар, осы яғни көз бен бастың үйлесімді қимылы ол артқы бойлық будаға, фасцикулус лонгитудиналис постериорға байланысты деп жазылады. Яғни әр деректерде әртүрлі жазылады, бірақ біз осы деректерді алып оқыдық. Одан кейінгісі медиалды бойлық буда жанында жұлынның вегетативті ядросының жұмысын үйлестіретін дорсальды бойлық буда, не болмаса артқы бойлық буда орналасады. Яғни вегетативті ол жерден қандай да бір сөл бөлінеді дейді. Одан кейінгісі бізде жамылғысында қызыл ядро орналасады. Атап өттік, нуклеус рубер. Ол экстрапирамидалық жолдың үйлестіруші қызметін атқарады, яғни автоматты қозғалыстарды жүзеге асырады. Одан төмендеген қызыл ядро жолы трактус рубрус спиналис кетеді. Яғни жоғарыда атап өттік, біздегі мейнерд қиылысы болатын тектоспиналистен шыққан тектоспиналис қиылысы, ал мына рубрус спиналистің қиылысы бұл бізде форель қиылысы деп аталатын болады. Яғни қарама-қарсы жаққа өтіп, жамылғының вентральды қиылысын түзеді, не болмаса форель қиылысы. Енді су құбырының астында 3-ші және 4-ші басым нервтердің ядролары орналасқан. Жоғарғы төбешіктің деңгейінде, яғни жоғарғы төбешіктің өзінде емес, жоғарғы төбешіктің деңгейінде 3-ші жұп нервтің екі ядросы орналасқан. Олар біреуі қозғалтқыш, біреуі вегетативті. Қозғалтқыш ядросы көз қозғалтқыш нервтің ядросы деп аталады. Нуклеус нерви оккуломаторий, яғни санаға бағынады. Мен көзімді жоғары көтеремін,
көз алмасын жоғары көтерем, төмен қарай түсірем деген секілді қимыл қозғалыстарды жасайды. Одан кейінгісі көз қозғалтқыш нервтің қосымша ядросы нуклеус аккуламаториус аксессориус деп аталады. Яғни бұл санаға бағынбайтын қимыл қозғалыстар. Қарашық және кірпіктерді нервтендіреді. Яғни қарашықтың жарыққа кеңеюі, тарылуы деген секілді қимыл қозғалыстарды атқарады. Одан кейін төменгі төбешік деңгейінде 4-ші жұп нервтің проекциясы орналасады. Яғни өзі емес, сол деңгейде орналасқан. Яғни онда екі ядросы бар, екеуі де қозғалтқыш болып табылады. Шығыршық нервтің ядросы нуклеус нерви трахеолярис деп аталады. Бұл нерв бас ми нервтердің ішіндегі жалғыз мидыңнен емес, дорсальды бетінен шығатын нерв. Яғни жаңа видеоның басында да атап өттік, мидың артқы бөлігінен шығады. Ал қалған 11 бас ми нерві ол жұлынның, кешірім сұрайын, ортаңғы мидың, көпірдің және де собақша мидың алдыңнан не болмаса бүйір беттерінен шығатын болады. Енді мынау жаңағы макропрепарат, мына жерден бізде 4-ші бас ми нерві, нервус трахеолярис, шығыршық нерві шыққан көрсетілген. Енді осымен біздің видеомыз бітті. Егер видео ұнаса, каналға тіркелейік, лайк басайық, достарымызбен бөлісіп қояйық. Қош, сау болыңыздар.